Баршаңызға сәлем, сіздермен Айгерім каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз котлет дайындайтын боламыз. Ол үшін блендерға пияз, сәбіз, салып араластырып аламыз блендеріміз толғанша. Сонан соң картошкамызды саламыз сыйғанынша. Көк шөп саламыз, менде яғни кинза. Және картошкамен үстінен тағы да басамыз. Болгарский перец саламыз. Барлығын жақсылап блендерден өткіземіз. Міне бізде осындай масса шығады. Осының барлығын бірге фаршымызға, яғни тартылған етімізге барлығын саламыз. Сонан соң жұмыртқа. Мен алдын ала бүлкен нанды суға салып қойған болатынмын. Осылай жібітіп, және де нан саламыз. Сонан соң ұн қосамыз. Тұз саламыз. Мен еще кристаллики тұздығын саламын. Және де бұрыш, және өздеріңіз қалаған дәмдеуіштеріңізді салсаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Міне бізде осындай масса шықты. Қолымыздың көмегімен котлетімізді формаға келтіреміз. Өздеріңіз қалаған формада дайындауға болады. Мен сопақшалап етіп жасадым. Тақтайымның бетіне пакетик қойып, соның бетіне барлығын қатар-қатармен қойып шықтым. Міне осылай морозильникке салып қоямын. 1-2 сағаттан кейін алам. Міне менің котлеттерім осылай қатты. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Бұл өте ыңғайлы, алдын ала жасап қойғанға. Қалаған гарнирлеріңізбен берсеңіздер болады. Міне осылай пакетте сақтап қоямын. 13 штуктан, 12 штуктан салып дайындап қоямын. Өте оңай тәсіл. Баршаңыз жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелді.